Достар, бүгін Алланың көркем есімдерінің бірі Әл-Латиф есімін жазатын боламыз. Әл-Латиф жұмсақ, өте нәзік, қамқор, мейірімді деген мағынаны білдіреді. Және де жасырын жақсылықтарды білдіруші, пендесіне білдіртпей қамқорлық етуші деген мағынаны да сипаттайды. Бұл есімнің терең мағынасы бар. Кейде біз қатты қалаған заттар орындалмай жатады. Кейде дұға тілектерімізде қабыл болмай жатады. Біраз уақыт өткеннен кейін ол заттың бізге қайырсыз болғанын түсінеміз. Достар, кейде орындалмай қалған қалауларымыз, қабыл болмай қалған дұғаларымыз бұл Әл-Латифтің бізге деген нәзік қамқорлығының белгісі. Және де керемет сөздер оқып қалдым. Кейбір жауапсыз қалған дұғалар Әл-Латифтің ең нәзік сыйы деген. Достар, давайте бірге жазайық.